бизнес жоспары мынадай бөлімдерден тұрады. Түйіндеме, кәсіпорын сипаттамасы, маркетингтік жоспар, технологиялық жоспарлау, кәсіпорынды басқарудың ұйымдық жоспары, жобаны жүзеге асыру шығындары. Осы орайда әр бөлімге тоқтала кететін болсақ, түйіндеме. Жоба тұжырымдамасы жоғары сапалы және білікті қызмет көрсету стандарттарына сәйкес келетін шаштараз ашуды қарастырады. Бизнесті Қазалы ауданы Абай ауылында орналастыру жоспарлануда. Шаштараздың негізгі қызметтері: ерлер мен әйелдердің шаштары, шашты бояу, маникюр. Кейіннен өндірілетін өнімнің ассортиментіне халықтың қажеттілігін ескере отырып, бұйымдар мен қызметтердің басқа да түрлері қосылуы мүмкін. Бұл бизнес жоба 2 миллион теңге сомасында грант пен кредит алу мақсатында қарауға арналған. Келесі бөлім кіріспе. Шаштараз бен косметологтың қызметтері әрдайым сұранысқа ие болды және болады. Шаштараз барлық уақытта болған және бола бермек. Себебі шаш адам сұлулығын анықтайтын сыртқы бейненің негізгі элементі болып табылады. Ерлер әдетте 2 аптада бір рет шаштарын қысқартады. Сондықтан да шаштараз бизнесін табысты ету қиын мәселе емес. Маңыздысы барлығын дұрыс ұйымдастыру және де айналдыру. Ең басты мәселе сұлулық салонының дамуы. Қаладағы мына мәселелерді қарастырады: сапалы қызмет көрсету, сұранысқа ие тауармен қамтамасыз ету, жаңа жұмыс орнының болуы, бәсекелестіктің артуы, төмен бағалармен тұтынушыларды қуанту. Келесі қызмет жоспарына көшетін болсақ, жобаны іске асыруда осы жоспарлар қарастырылады. Бірінші — салон ашу, екінші — жиһаз бен техника сатып алу, үшінші — дизайн және де төртінші — тауарларды сатып алу. Өндірілетін өнім мен көрсетілетін қызметтер сипаттамасына көшетін болсақ, сұлулық салонында көрсетілетін қызметтер түрі мынадай: шаштараз қызметі, шашты қию, шашты химиялық бұйралау, шашты бояу, тырнақ күту қызметі, маникюр, педикюр, әрлеу, дизайн. Маркетингтік жоспар, жетістікке жету жолы. Жаңа салондық технологиялық жабдықтардың болуы, біліктілігі жоғары салон мамандары, салон ішіндегі қызмет көрсету дәрежесін, ережелерді қатаң сақтау және де бақылау, жұмыс уақыттарын тиімді ұйымдастыру, клиенттерге жоғарғы дәрежелі қызмет көрсету. Келесі прайс-лист, яғни бұл жерде шаштараздағы жұмыс қызметтерінің бағалары көрсетілген. Жұмыс қызметі көріп отырғандарыңыздай әртүрлі бағада болады. Келесі ұйымдастыру, басқару және қызметкерлер құрамы. Көріп отырғандарыңыздай директор 1, шаш маманы 2, визажист маманы 2, маникюр маманы 1, ресепшн яғни бухгалтер 1, техперсонал 1. Барлығы біздің шаштаразымызда 7 қызметкер жұмыс жасайды. Келесі бізде технологиялық жоспарлау, яғни бізде сұлулық салонында қажетті техникалық жабдықтардың тізімі берілген. Жабдықтарды таңдауда баға мен сапаның оптималды сәйкестігіне сүйену керек. Дегенмен, клиенттер үшін қолайлы жағдай туғызуда үнемдеудің қажеті жоқ. Ыңғайлы креслолар, шаштараз жуғыштарын, сенімді электр құралдарын таңдау қажет. Келесі жобаны жүзеге асыру шығындары. Яғни құрал-жабдыққа кеткен шығын көлемі осындай. Барлық суммасы жалпы 530 мың теңгені құрайды. Келесі кезекте біз коммуналдық қызмет шығынына келетін болсақ, өздеріңіз көріп отырғандай, жалпы шығыны айына 22 мың болса, жылына 246 мың теңгені көрсетеді. Қызметкерлер жалақысына тоқталар болсақ, жалпы бір айлық есеп көрсеткіші 300 мың теңгені құрайды, ал жылдық еңбекақысы 3 миллион 600 мың теңгені құрайды. Болжамды есептеулер. Бізде ең бастысы баға белгілеуде дәйекті болу және стратегия арқылы ойлау. Сонда ғана біз өз мақсатымызға жете аламыз. Қызметтердің айлық табыс көрсеткіші жалпы 1 миллион 560 мың теңгені құрайды. Шаштараз ашудың басты мақсаты табыс, пайда табу ғана емес, сондай-ақ тұтынушылардың сеніміне кіру, жоғары сапалы қызмет көрсету, тұтынушылардың қажеттілігін қанағаттандыру және қызмет көрсету саласында беделді орынға ие болу болып табылады. Назарларыңызға рахмет.